Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге бірінші тақырып натурал көрсеткішті дәреже тақырыбының В тобының есептерін шығаратын боламыз. 1-9 есептеп бастайық. Бірінші есеп. Бұл бізде 5-тің минус 5-тің квадраты плюс жақша ішінде минус 2-нің 4 дәрежесі. Минус бізде 5-ке қатысы жоқ, ол алдында тұрады. 5-тің квадраты 25 болады. Плюс минус 2-ді енді бұда жерде бізде минус 2 жақша ішінде тұр. Сондықтан дәреже көбейткен кезде бізде 16 шығады. Минус 25 плюс 16 минус 9 шығады. Келесі екіншісі 3-тің 4 дәрежесі минус 5-тен 2-нің квадраты көбейту 6/4-тен 1. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең, минус 5-тің 2 дәрежесі ол 25-тен 4-ке тең. Көбейту 25 бөлінген 4 қысқарады. Сонда мына жерде бізде 1 қалады. 81 азайту 1. Тек болады 80-ге. Келесі үшінші есебі 0,2 көбейту 5-тің 3 дәрежесі минус 0,4 көбейту 2-нің 4 дәрежесі. 0,2 көбейту 5-тің 3 дәрежесі 125-ге тең. Азайту 0,4 көбейту 16-ға тең. Біз 125-ті 0,2-ге көбейтсек, ол 250 1-ді қайрап, сол кезде 25 болады. Азайту 0,4-ті 16-ға көбейтсек 6,4 болады. Азайтсақ 18,6 болады. Келесі енді 4-ші есебі 8 көбейту 0,5-тің 3 дәрежесі қосу 125 көбейту 0,2-нің квадраты тең болады 8 көбейтілген. Бізде 0,5-ті 2-ден 1 деп жазып алсақ болады. Қостың 3 дәрежесі қосу 125 көбейту, ал 0,2-ді 5-тен 1 деп жазып алсақ. Мынау бізде 5-тен 1. Квадраты тең болады 8 көбейтілген, мынау бізде 8-тен 1 болады. 125 5-те 1-ді квадраты ол 25-тен 1 болады. 8 бен 8 қысқарады, бұда 1 қалады. 125 бен 5 қысқарады, бұда 5 қалады. Сол кезде 1-ге 5 қоссақ 6 болады. Келесі есеп бізде 1-10-шы есеп. Мұнда салыстыру берілген. 0,5 жақша ішінде осы квадраты және 0 дейді. Бізде 0,5-тің квадраты 10 таңбалы сан шығады. 0,125 деген шығады. Ол бізде 0-ден үлкен болады. Келесі екіншісі минус 0,5 3 дәрежесі және 0 дейді. Енді бұл жерде қарап тұрсақ, бізде мына жерде жақша ішінде емесе минусы тұр. Демек, бұл жерде бізде 0-ден кіші болады екен. Теріс таңба шығады. Келесі үшіншісі жақша ішінде 0,5-тің 3 дәрежесі және 0 дейді. Бұл жерде енді бізде минус таңба тұр, және де тақ дәреже тұр екен. Тақ дәреже болған кезде бізде минус сақталады. Сол үшінде бұл кезде де 0 үлкен болады. Теріс таңбалы сан шығады. Келесі төртіншісі минус 1,1-дің квадраты және 0,3-дің квадраты дейді. Бізде мынау бүтін санды квадраттаған кезде қазір минус 1 сондай сан шығады, ал мына жақта 0,3-дің квадраттаған кезде ол бізде 0,100-ден 9 деген сан шығады. Сондықтан да бізде сол жақ үлкен болады. Келесі бесіншісі минус 1,1-дің 4 дәрежесі және минус 0,3-дің 4 дәрежесі дейді. Мына жерде бізде қарап тұрсақ, жақшаның ішінде тұрған жоқ, иә? Минус таңбасы да, демек теріс таңбалы сан шығады, ал мына жақта жақшаның ішінде тұр. Сондықтан ол жақта оң таңбалы сан шығады. Бізде мына жақ үлкен болады екен. Келесі алтыншысы минус 2,7-дің 10 дәрежесі және де минус 9,2-дің 13 дәрежесі.
Бұл жерде неге назар аударамыз? Ең бірінші дәреже қандай? Бізде мына жақта дәреже жоқ. Демек, мына жақта оң таңбаластан шығады. Ал мына жақта, яғни оң жағымызда дәрежеміз тақ, демек бізде теріс таңбаластан шығады. Сол жақ үлкен болады екен. Келесі 1-11 есеп. Айтады, өрнектерді ықшамдап жазыңдар дейді. X көбейту X көбейту көп нүкте және көбейту X 20 рет дейді. 20 рет дейтін болсақ, онда ол X-тің 20 дәрежесі болады. Келесі екіншісі минус А көбейту минус А көбейту минус А көбейту минус А және көбейту минус А. Бұл 5 рет көбейтілген, демек минус А-ның 5 дәрежесі болады. Келесі үшіншісі X минус Y көбейту X минус Y көбейту X минус Y. Бұл тең болады X минус Y-тің 3 дәрежесіне. Келесі төртіншісі ол А плюс Б қосу көбейту А плюс Б, жақша ішінде көбейту, жақша ішінде А плюс Б. Және көп нүкте берілген екен, арасында N рет дейді. Демек, жақша ішінде А плюс Б-ның N дәрежесі деп жазып қоямыз. Келесі бізде 1-12 есеп. Сандарды 5-тік дәрежесі түрінде жазыңдар дейді. 25 бізде 5-тік 2 дәрежесі болады. 125 5-тік 3 дәрежесі болады. 625 ол 5-тік 4 дәрежесі болады. Ал мұндағы 15625 5-тің 6 дәрежесі. Келесі 1-13 есеп. Мұнда өрнекті ықшамдау қажет. Бірінші 2а квадрат плюс а квадрат. А квадратты жақшаға сыртына шығарайық. Сол кезде жақша ішінде 2 плюс 1 болады. Тең болады 3а квадратқа. Келесі екінші есеп x квадрат қосу 3x квадрат минус 5x квадрат. X квадраттарды жақшаны сыртына шығарып қояйық. Сол кезде 1 қосу 3 минус 5 болады. 1-ге 3 қоссақ 4, 4-те 5 азайтсақ минус x-тің квадраты болады. Келесі үшінші есеп 3а көбейту а қосу а көбейту а қосу б қосу б екен. Тең. Бұл жерде бізде 3, мұнда 1 көбейтілген а көбейту а. Мына жерде 4 а көбейту а болады. Және мына жерде 2 б болады. Келесі төртінші есебі x қосу x қосу x бөлімінде y қосу y. Тең болады 3x 2y. Бұл әрі қарай 3x-тің квадраты деп, ал мұнда 2y-тің кубы деп ықшамдасақ болады. Мына жақта да 4а-ның квадраты қосылған 2b-ның кубы деп ықшамдасақ болады. Келесі 1-14 есеп. Мұнда өрнектердің мәнін табыңдар дейді. Бірінші берілгені 3а квадрат минус 2b куб. Мұндағы а минус 17-ге тең, ал b минус 2-ге тең екен. Орындарына қояйық. А минус 17-нің квадраты минус 2 көбейтілген минус 2-нің кубы. Минус 17-нің квадраты ол бізде 289-ға тең. 3 көбейту 289 азайту 2 көбейту минус 2-нің кубы ол бізде минус 8-ге тең болады. 289-ды 3-ке көбейтсек 867-ге тең. Мұнда минус пен минус көбейтілген кезде плюс болады да 16 болады. Енді осыған 867-ге 16-ны қоссақ 883-ге тең болады. Келесі екінші есеп 5x-тің квадраты y куб қосу 4x минус y. Мұндағы x минус 2-ден 1-ге тең екен, ал y минус 1-ге тең екен. 5 көбейту x-тің орнында минус 2-ден 1 квадраты көбейту y-тің орнында минус 1-тің кубы плюс 4 қосылған минус 2-ден 1 минус 1. Есептейік. 5 көбейту минус 2-нің 2-ден 1-дің квадраты ол 4-ден 1-ге тең.
көбейту минус 1 бар. Қосу. Енді мына жақшаның ішін 4 жазып қойық та, жақшаның ішін есептейік. Минус 2-ден 1 және плюс 1 болады. 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, бізде 2-ден 1 шығады. 2 мен 4 қысқарады, мұнда 2 қалады. Тең болады екен. Мұнда тең минус 4-тен 5, 2 болады. Ортақ бөлімі 4 болады. Мұнда 4-тен берейік, мұнда 1-ден берейік. Сол кезде 8, мына жерде минус 5, бөлімінде 4, тең болады 4-тен 3-ге. Келесі үшінші есебі. m квадрат қосу 2mn қосу n-нің квадраты. m бізде минус 5-ке тең. Минус 5-тің квадраты қосу 2 көбейтілген минус 5, ал n ол бізде 4-ке тең. Қосу 4-тің квадраты тең болады 25, азайту 40, қосу 16 тең болады. 25-тен 40-ті азайтсаң, ол минус 15 болады. Минус 15 плюс 16, 1 болады есептің жауабы. Келесі 4-ші есебі 3p квадрат минус 2p квадрат q. Мұндағы p тең минус 4-ке, ал q 3-ке тең. Азайту 2, p-нің квадраты ол минус 4-тің квадраты, көбейту q, ол q 3-ке тең. Тең әрі қарай 3-ті минус 4-ке көбейтсем, минус 12. Көбейтеміз 9-ға. Минус 4-тің квадраты, ол бізде 16-ға тең. 16-ны 2-ке көбейтсем, 32. 32 көбейту 3. 12-ні 9-ға көбейтемін, минус 108 болады. Азайту 96-ға. Минус 108, минус 96, ол минус 204-ке тең. Келесі бізде 15-ші есеп, 1-де 15-ші есеп. Мұнда айтады. Өрнек түрінде жазыңдар дейді. X пен Y-тің қосындысының квадраты дейді. X қосу Y осының квадраты, яғни жақшаға алып квадраттаймыз. Келесі X пен Y-тің квадраттарының қосындысы, жеке квадраттарының қосындысы болады екен. Келесі үшіншісі X-тің квадраты мен Y-тің кубының 3 еселенген дейді. X-тің квадраты және Y-тің кубының дейді 3 еселенген көбейтіндісі. Көбейту, демек 3 еселейміз, 3-ке көбейтіп жібереміз. Келесі төртіншісі X пен Y-тің айырмасының 2 еселенген кубы дейді. X азайту Y азайтылған дейді. 2 еселенген, енді осының кубы дейді. X пен Y-ті бір жақшаға алып, оны 2 еселейміз және соның кубы. Келесі 16-шы есеп. 1-де 16-шы есеп. 16-шы есепте А-ның кейбір мәндерінде 2а квадрат және А-5-тің 4 дәрежесі өрнектері теріс мәндер қабылдауы мүмкін бе дейді. Мұнда А-ның квадраты тұр. Кез келген санның квадраты ол бізде оң сан болады. Сондықтан бізде 2а-ның квадратында тек оң мәндер болады. Одан кейін А-5-тің 4 дәрежесі дейді. Бұнда да бізде жұп дәреже ғой, сондықтан да қандай сан болса да, оның бізде шыққан мәні оң сан болады. Бұл жерде де тек қана оң мәндер қабылдайды, теріс мәндер қабылдауы мүмкін.